Партиялық бақылау жұмыстарын ұйымдастыру мен ішкі партиялық тәртіпті нығайту аталмыш мәселелер Нұр Отан партиясы облыстық филиалында өткен партиялық бақылау комиссияларының кеңейтілген отырысында қаралды. Партиялық бақылау комитетінің жоспарына сәйкес ақпанда партияның облыстық, қалалық, аудандық филиалдарында тексеру жүргізілді. Осы ретте аудандық филиалдарда кемшіліктердің бары анықталған. Тіпті кейбір аумақтық партиялық бақылау комиссияларының жұмыс жоспары да жоқ. Ал енді бірінде жылдан жылға бір жоспар көшіріліп келген. Мәтін сол қалпы, тек тақырыптары жаңа. Аталмыш кемшіліктерді жою бағытында тараптарға біршама тапсырмалар жүктелді. Кеңес отырысында әдеп жөніндегі кеңестің жұмысы партия мүшелеріне этика кодексі талаптарын түсіндіру бағытында баяндамалар оқылды. Жалпы Нұр Отан партиясының облыстық филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясы былтыр түрлі нысандарға 30-ға жуық тексеру жүргізген. Филиалдардың қоғамдық қабылдауына 2017 жылы 4000-ға жуық арыз шағым түсіп, оның 26%-ы шешімін тапқан. Аймақтағы мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы, сол бағытта жүргізіліп жатқан әлеуметтік нысандар құрылысының сапасы, тағы басқа мәселелер жетекші партияның жіті назарында. Партия ішіндегі тәртіп деңгейін арттыру мәселелері бойынша көшпелі және облыстық семинар кеңестер өткізуді. Сондай-ақ аумақтық филиалдар қызметкерлерінің партияның облыстық филиалында тағылымдамадан өтуінің тәжірибесін енгізуді. Партияның облыстық және аумақтық филиалдары партиялық бақылау комиссияларының отырыстарын Нұр Отан партиясы партиялық бақылау комитеті туралы ережеге қатаң сәйкестендіріп өткізу. Сондай-ақ тиісті хаттамалық құжаттардың уақытылы рәсімделуін қамтамасыз ету. Міне осындай жұмыстарды біз партиялық бақылау комиссиясына міндеттеп отырмыз.